Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрының автоматтандырылған жұмыс орны жүйесіне қош келдіңіз. Жүйесінде шартты қалыптастыру кезеңінде оның түрін таңдау қажет. Жүйеде шарттың 4 нұсқасы қарастырылған. Ақылы негізде жалдау шарты, өтеусіз негізде жалдау шарты, сатып алу-сату шарты. Шарт талап етілмейді. Назар аударыңыз, тек сатып алу-сату шарты түрі үшін жүйе міндетті төлемнің жүргізілуін талап етеді. Қалған шарт түрлері үшін төлем бақылауы жүзеге асырылмайды. Мысал ретінде сатып алу-сату шарты жағдайын қарастырайық. Қызметкер шарт формасын толтырады. Кейбір өрістер жүйе арқылы автоматты түрде толтырылады. Қалған барлық қажетті ақпаратты қолмен енгізу қажет. Қол қоюдың соңғы күні өтініш берушінің шартқа қол қоюы тиіс нақты мерзімді білдіреді. Бұл мерзім аяқталған соң өтінім автоматты түрде кешіктірілген деп есептеледі. Келесі қадам төлем түрін таңдау. Жүйе 2 нұсқаны ұсынады. Бір жолғы төлем. Бұл жағдайда шарт сомасы объектінің кадастрлық құнына тең болады. Бөліп төлеу. Бұл опция таңдалған кезде қызметкер бастапқы жарнаның пайызын ең кемінде 5 көрсетеді. Жүйе бастапқы төлем сомасын және қалған бөлігін автоматты түрде есептейді. Сонымен қатар төлемдер кестесін құру және қаражат түсетін банктың деректемелерін көрсету қажет болады. Төлемдер кестесін жасау үшін кесте қосу түймесін басып, әр төлемнің күнін және сомасын енгізу керек. Содан кейін банктың реквизиттерін көрсету қажет. Бұл шартты рәсімдеудің міндетті шарты болып табылады. Барлық қажетті өрістер толтырылғаннан кейін келесі қадам батырмасын басыңыз. Жүйе енгізілген деректер негізінде шарттың жобасын автоматты түрде қалыптастырады. Танысуға арналған құжаттар бөлімінде шарттың жобасы қолжетімді болады. Құжатты жүктеп алып, алдын ала қарап шығуға болады. Қажет болған жағдайда шартқа ETS арқылы қол қойылып, өтінім аяқталады.